қарсыларым жиналып қалыпты. Оң жағында орта жүзден Қайсыбек биім отыр. Сол жағында кіші жүзден Әйтеке биім сәлем беріп келіпті. Ендеше жолымды қуған би шешендеріме 10 түрлі жұмбағы бар. Қане соны кім шешер екен? Айта қойыңыз. Менің жұмбағым 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қандай жұмбақ болды сонда? Төлеби баба, бұл жұмбағыңыз жауабын мен айтайын. Айт қане. 1 дегенім бірлігі кеткен ел жаман, 2 дегенім егесі өскен ер жаман, 3 дегенім үш бұтақты шідерден шошынған ат жаман, 4 дегенім төсенен безген жас жаман, 5 дегеніміз белсеніп шапқан жау жаман, 6 дегеніміз астын түйдерден жаман, 7 дегеніміз жас келіншек жесір қалса сол жаман, 8 дегеніміз серпілмеген қайғы жаман, 9 дегеніміз торқалы топырақтың өлімге бас көрсетпесе сол жаман, 10 дегеніміз оламас кәрілікке дауа болмас деген. Не жарайсың деп қойсыңдар? Ендеше не дұрыс? Ізімнен ерген ізбасарларыма батамды беріп жіберейін. Қолдарыңды жайып, әумин деңдер. Төле бидің ақ батасы дәріп сендерге, 100-ге жетіңдер. Көздеп арман асқарын, талпан алға жастарын. Әумин. Қонар жерлерің дөң болсын, етек жеңдерің кең болсын. Ұрпақтарың көбейіп, елге қосылған ел болсын. Әумин. Я Құдайым бере гөр, берсең жаздай бер, жаздай берсең жазбай бер, берсең қыстай бер, қыстай берсең қыспай бер, берсең күздей бер, күздей берсең үзбей бер, берсең көктемдей бер, көктемдей берсең көптен бер. Жастарым көптеңдер, кәрілердің көңілін тауып ептеңдер. Ал бәйбіше, ендеше, ал бәйбіше, сөз тапқанға қолға жоқ деген. Тауып айтқан Қайсыбек биіме шапан жауып риза қылып жіберейін. Ана жерде шапан қайыққа кетті? Мен шапан қойып қойбам одан енді. Кәне. Шапан жауып жатыр. Шапаның ұлты болсын, шапаның үстінде тосын.